Біздің айналамызда миллиондаған микроағзалар бар. Олар біздің денемізде, тамақта, жануарларда, қоршаған ортада. Олардың көбі инфекция тудыруы және сіздің денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін. Антибиотиктер инфекциялардан қорғай отырып, миллиондаған адамдардың өмірін құтқаруда. Алайда адамзат қайта қорғаусыз қалуы мүмкін. Антибиотиктерді дұрыс емес және бақылаусыз қабылдау антимикробтық тұрақтылыққа әкеп соқтырады. Жыл сайын әлемде 700 мыңнан астам адам антибиотиктерге тұрақтылықпен байланысты себептерден көз жұмуда. Ойланыңыздар, соңғы 30 жылда антибиотиктердің бірде-бір жаңа класы құрылған емес, тіпті жай ғана инфекциялар өлімінің себепшісі болуы мүмкін. Маңызды, өз бетіңізбен антибиотиктерді қабылдамаңыз. Антибиотиктерді тек дәрігердің тағайындауы бойынша қабылдаңыз. Антибиотиктерді қабылдау курсын сырқат белгілері жақсарған жағдайда да тоқтатпаңыз. Алдыңғы емдеу курсынан қалған антибиотиктерді пайдаланбаңыз. Антибиотиктер тек бактерияларға әсер етеді. Сондықтан тұмау және ЖРВИ кезінде олар тиімсіз. Өз денсаулығыңызды сақтаңыз.